Баршаңызға қайырлы күн достар, қалдарыңыз қалай? Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздермен нан салманың жасалу түрімен, қыр-сырымен, жаңағы құпия тәсілдерімен бөлісетін боламын. Бұл тағамды маған өзімнің анам жасауды үйреткен. Бала кезімізде осы тағамды жеп өстік десем де болады. Дәмі тіл үйретін, бүгін жеп балалық шағымды еске түсірдім. Өте дәмді, бұл тағамның қамырының өзінің жасалу ерекшеліктері бар. Олай болса кеттік достар. Ең алдымен біз етін қуырып алатын боламыз. Ыдысымызға май құйып, жақсылап қыздырып, ет салып, етті жақсылап осылайынан шұжғырып аламыз. Одан кейін осылай суы тартылғаннан кейін жарты пиязды турап, пиязбен бірге жақсылап қуырып аламыз. Және де дәмі бойынша тұз, қара бұрыш салып, жақсылап қуырып аламыз. Қуырылып жатқанда біздің етіміз сол арада мен нанын илеп қояйын деп шештім. Ыдысымызға бір жұмыртқа салып, үстіне бір ас қасық тұз салып, және де салқын су құйып, барлығын жақсылап араластырып, біздің нанымызға илеуге дайындап аламыз. Дәл осы ыдыстың үстіне ұн салып илейтін болсақ, онда біздің қамырымыз кішкене жұмсақ болып шығады. Ал мен былайынан жасадым. Ыдыста бөлек ыдысқа құйып алдым кесеге. Жақсылап араластырып алып, дәл осымен қазір нан илейтін боламыз. Енді ыдысымызға електен өткізіп, ұн салып, одан кейін барып, мінекей аз-аздан құйып нан илейтін боламыз. Сонда бізде кішкене қаттырақ нан шығады. Егер нанды қаттылау қылып илесеңіздер, бізде нанымыз піскен кезде езілмей, әдемі болып шығады. Мінекей мен аз-аздан құйып, осылайынан нан иледім. Мінекей осылайынан қатты қылып нан иледім. Енді оны жаңағы салафанға салып, қамырымызды тындырып қойып қоямыз. Бізде етіміз бен пиязымыз жақсылап қуырылды. Үстіне қайнаған су құйып, етін жауып, піскенше қойып қоямыз. Енді пиязымызды турап аламыз. Жаңағы пиязды мен алдын ала салдым, себебі ет бізде пиязбен жұмсақ тез пісетін болады. Мына пияз енді қуырылғаннан кейін саламыз. Пиязды турап алдым. Сәбізімізді осылайынан, бізде бұл сәбіз ауылдан келген сәбіз, бізде барлығы жаңағы картошка бар, ауылдан келген. Мынау бізде тәтті перец осындай видеода көрсеткендей үлкен-үлкен етіп турап алдым. Өздеріңіз қалауларыңыз бойынша турасаңыздар болады. Және де мынандай картошкамызды тураймыз. Картошка бізде кәдімгі жаңағы ақ картошка бар ғой, сондай ақ картошка, қызыл емес. Бұл картошка бізде жаңағы құм картошка дейді. Тез піседі, және жаңағы құм болып нағыз нан салмақ алған жаңағы картошкамыз. Осылайынан үлкен-үлкен етіп турап алдым. Мына бізде етіміз енді жақсылап суы тартылған екен. Суы тартылғаннан кейін пияз салып, жақсылап қуырып аламыз. 1-2 минут қуырып, үстіне сәбізімізді салып, тоже жаңағы тәтті переціміз салып, барлығын жақсылап қуырып аламыз. Картошканы да барлығын салдым. Жақсылап сусыз қуырып алдым. Енді үстіне қайнаған суды жаңағы барлығын бетін жабатындай құйдым. Жақсылап араластырып, тұзын көріп, бетін жауып қойып қоямыз. Сол арада енді біз қамырмен айналысамыз, қамыр жаятын боламыз. Қамырымызды алып, үстіне ұн салып, осылайынан қамыр жаятын боламыз. Толық қамырды қалай тез жаю және домалақ қылып жаю тәсілімен бөлісе кетейін. Сіздерде менде жаңағы алдындағы видеом кішкене басылмай түспей қалыпты. Осылай ортасынан болып кетті. Ол үшін кешірім сұраймын сіздерден. Мінекей менде осылай екі шетін қайырып, ұнды көп мөлшерде салып, басында көп мөлшерде салам, ұнды аяқ жағына қарай уже ұнды азайтамыз.
осылайынан видеода көрсеткендей жайсаңыздар болады. Мен тез жайайын деп шештім. Мына осылайынан екі шетін жақсылап, ұнды жақсылап жеуіп алу керек, себебі қатты басқан кезде бізде қамырымыз жабысып қалуы мүмкін. Сондықтан осылайынан екі шетін. Бұны маған өзімнің анам үйреткен болатын. Қалай тез жаюды, нанды, қалай доп-домалақ қылып барлығын бірдей қылып жаюды мен өзімнің мамам үйретті. Дәл солай мен қазір жайып жүрмін. Бұрын нан жаю деген маған ұнамайтын, себебі ұзақ жаятынмын, дұрыс шықпайтын, жаңағы шеттерім бәрі көйлек болып кететін да. Онша қолымнан келмейтін жаю. Мамам үйреткелі мен қазір доп-домалақ қылып бәрін бір келкі осындайынан әдемі қылып жаятын болғам. Сонымен сіздермен де бөлісе кетейін. Мінекей. Нанды осылайынан ортасын қатты баспай, екі шетінен мүлдем қатты салмай осылайынан жаямыз. Ешқандай қатты салмақ салмау керек, сол кезде бір келкі болып шығады бізде нанымыз. Мінекей толық жайылуын ешқайсысын қысқартпай барлығын салдым. Менде осындай жұқа жаңағы доп-домалақ әдемі қамыр шықты. Менде жаңа оқтайыма симай қалды кішкене. Менде өзімде осындай үлкен ұзын оқтау бар. Сонымен ары қарай жалғастырамыз. Енді бізде қамырымыз дайында болып қалды. Енді осыны кішкене жаңа ұн сеуіп, жақсылап орап, енді кесуге дайындаймыз. Дәл жаңаға мантыға кесеміз ғой. Сол сияқты кішкене, одан кішкене жіңішкелеу қылып, осылайынан жинап аламыз қамырымызды. Мінекей осылайынан қамырды ыңғайлы етіп жинап алдым. Енді осылайынан қатты қалың емес, қатты жұқа емес, осылайынан видеода көрсеткендей турап алсаңыздар болады, кесіп алсаңыздар. Қамырымыз бізде өте әдемі болып шықты. Себебі қаттығы билеген қамыр бізде қамыр қайнатқанда да ешқандай езілусіз әдемі болып шығады.
Мінекей барлығы дайын десек те болады. Енді қайнап тұрған суға тұз салып, соның үстіне біздің дайын қамырымызды салып, араластырып отырып, қайнатып пісіріп аламыз. Бұл қолдан жайылған қамыр болғандықтан бізде тез піседі. Бір араластырып, бетін жауып қоямыз. Мінекей бізде қамырымыз осылайынан бір көтеріледі. Бір қайнатасын, бір 2-3 минут қайнағаннан кейін бұл уже қамырымыз дайын. Жоғарыға бәрі бір ортаға қарай жиналады қамырымыз осылайынан. Сол кезде уже сүзіп ала берсек болады. Мінекей менде уже дайын. Барлығын осылайынан сүзіп аламыз. Менде сүзгіш өзімнің анам қолдан заказ берген, ручная работа дейді ғой. Барлығын сразу алып алдым қамырымызды. Ешқандай суға салмай сразу сүзіп алдық. Міне менің нан салмамның құпиясы да осы. Ыстық қамырға ортасын кішкене ашып, ыстық болып тұрған кезде бір жұмыртқаны, қолдың жұмыртқасы болса тегі керемет болады. Үстіне кәдімгі осы піскен қамырдың үстіне жұмыртқаны жарамыз. Одан кейін тез-тез осылайынан вилканың көмегімен араластырамыз. Сонда біздің қамырымызға жаңағы жұмыртқа тез ыстық қамырда біздің жұмыртқа сразу пісіп қалады. Енді бұл қамырдың дәмін енді айтып жеткізе алмаймын. Бүгін мен жасап, өзімнің балалық шағымдағы жаңағы қамырды жегендей болып, прям бір күшті әсер алдым да. Менің анашым жасап беретін осылайынан. Үйде өбезе қолдың жұмыртқалары ғой, осы қамырымыз сап-сары болып шығып, ешқандай салмасыз да бір жеп қоятындай бір болады да, сондай. Енді мына бүгінгі қамырдың дәмі енді өте керемет болды. Қараңыздар, мен қараңыздар, жұмыртқа уже почти жоқ. Пісіп қалды уже, ыстық қамырда пісіп қалды. Осы құпиямен сіздермен бөліскім келді. Қазір бұл еш жерде жоқ десем де болатын шығар. Мүмкін бар ма, мен көрмеген, кездестірмеген. Себебі мен анам осы бала кезімізде жасайтын. Мінекей біздің нан салманың салмасы да дайын. Мен әдейі ұзақ қайнатам. Сонда біздің жаңа картошкамыз езіліп, құмды сорпа болады. Одан кейін сол құм болып тұрған сорпаны осылайынан құйып алам. Сонда бұл қамырдың дәмін енді айтып жеткізе алмаймын. Ол үшін сіздерге осы видеоны қарап, дәл осылай жасап жеп көру керек. Міндетті түрде жасап көріңіздер, достар. Мен өзімнің балалық шағымның жаңағы рецебімен, анашымның үйреткен рецебімен сіздермен бөлісіп отырмын бүгін. Қараңыздар, осылайынан құйып алдым сорпасын. Енді біздің салмамызды саламыз. Жаңа картошкасын үлкен қылып тұрадық қой, ол енді менде осындай ақ картошка, құм картошка дейді, осылайынан езіліп барлығы қамырына, сонда бір дәмді болады. Еті де әдемі болып піскен. Жас малдікі болғаннан кейін былбырап тұрып піскен екен етіміз. Мінекей қараңыздар, біздің тағамымыз, нан салмамыз да дайын. Бұл тағамды көбінесе оңтүстікте жасайды. Мен өзім оңтүстік жаңағы Тараз өңірінен болғандықтан біз осыны бала кезімізде көп жеп өскенбіз. Міндетті түрде осылайынан жаңағы жұмыртқаны қайнатып, осылай тоже жұмыртқамен жегенді де қатты ұнатам. Мамам тоже солай жасап беретін бізде бала кезімізде. Бетіне дәм бойынша укроп сеуіп жібердім. Мінекей бізде тағамымыз дайын. Қонақтарымызға да ұнады, жұбайыма да ұнады, барлығы ұнады. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер, дәмді болып шығады. Менімен бірге болғандарың үшін сіздерге мың алғыс. Көп рахмет сіздерге. Каналға кіріп, комментарий жазып, лайк басып, достарыңызбен бөлісуді де ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше сау саламатты болыңыздар.